Қайырлы күн, құрметті әлеуметтік желімізді қолданушылар және құрметті оқырмандар. Біздің бүгін ұлттық бөлімде бірге оқиық айдарында ертеде деген атпен біздің кішкентай бүлдіршіндерімізге тамаша, ғаламат ғажайып ертегілерді оқығанды жөн санап отырмыз. Балалардың ертегімен өсіп, біздің кітапханамызға келіп, ертегілерді алып оқыса, болашақта қоғамға кірпіш болып қаланатындығы даусыз деп ойлаймыз. Сондықтан руханияттың байлығының тағанын тартып беретін ол әрине қазақ ертегілері. Ал бүгінгі кішкентай бүлдіршіндер және құрметті оқырмандар, өздеріңізге «Бес ешкі» деген тамаша ертегіні бастағанды жөн санап отырмын. Ертеде бір кедей болыпты, оның 5 ешкі, бір қара тоқтысы және бір құлаты болыпты. Кедей ешкілер мен тоқтысын байдың қойына, атын байдың жылқысына қосады екен. Бір күні азынап тұрған боранда бай 5 ешкі мен қара тоқтыны, құла атты өз малынан бөліп, елсіз күнсіз айдалаға айдап жібереді. Ұлый соққан боран, үскірік аяздан бүрсең қаққан 5 ешкі бір тасқа келіп ықтайды да, тас жарғанның бүршігін күрт-күрт шайнап тұра береді. Қара тоқты бейшара оларға ере алмай, «Енді өлдім-ау» деп маңырап тұрғанда, тапқасында бір түп көкбек көрініпті. Көкбектің түбіне келіп, теуіп кеңейтіп, бүрлерін жалмап, жем етіп, барт шайнап, ол жата беріпті. Жал құйрығына қарғатқан, қабағын қалың мұз жапқан, әрлі-берлі көп шапқан, құлат қамыстың арасындағы бетін көбі қар жауып қалған бір құдыққа күмп етіп түсіп кетті. Оқыранып, осқыранып, қайшылап, тігіп құлағын, жұлып жеп ернеу құрағын күрт-күрт шайнап, ода тұра беріпті. Сөйтіп кедейдің бар малы ақ боранның астында, қараңғы түнде айдалада қалыпты. Боранмен бірге құтырып, араны ашылған ас қасқыр жеміздеп келе жатып, қара тоқтың дәл үстінен түсіпті. Қара тоқты, сені жеймін, депті қасқыр. Ағатай, мені жеме, ана жерде 5 ешкі тұр, соны же, депті тоқты. Жарайды, депті қасқыр, аузын ақсита түсіп, 5 ешкіге жетіп келіпті. 5 ешкі, мен сендерді жеймін. Қасеке, бізді жеме, ана жерде жалы құлағынан асқан құлат құдыққа түсіп жатыр, соны же, депті 5 ешкі. Жарайды, депті қасқыр, құлағын тікірейтіп, арқа жүнін сыртқа теуіп құлатқа келіпті. Құлат, мен сені жеймін, депті қасқыр. Сен қасқыр едің, мен ат едім. Ең болмаса, мені мына құдықтан шығарып ал, батпағымды тазарт, артыма шығып, отыр да бір аят оқы. Сонан соң же, онсыз да өлгелі жатырмын ғой, депті құлат. Жарайды, деп қасқыр құлатқа құйрығынан мақтап тістетеді де құдықтан шығарып алады. Аяғымен тырналап, батпағын тазалайды. Енді әрі қарап тұр да, иманыңды айта бер. Мен Құранды келістіріп оқимын да, келістіріп тұрып, сені жеймін, депті қасқыр. Құлат құлағын жымырып, артқы аяғын бауырына алыңқырап тұра беріпті. Ен дала, айсыз түн, азынаған боранда
өзімнен басқа батыр жоқ деп даңғойсыған бөрі құлаттың артына шығып шоқиып отырады да, молдаларға ұқсап екі көзін шарт жұмып өзінше әндетіп ұлый бастайды. Аңдып тұрған құлат қырындай түсіп, көз тастап, артқы аяғымен дәлдеп тұрып қасқырдың шықшытынан періп кеп қалады. Шықшыты сынып, екі көзі алдына ағып түскен қасқыр қылжиып жатып ұлиды. Қара тоқтыны жемеген қобылан басым-ау, бес ешкіні жемеген бекпен басым-ау, құлатты құдықтан суырып алған палуан басым-ау, артына шығып Құран оқып, көз жұмар молда ма едің? Ау, депті қылжиып жатып өліпті. Ертеңіне таң атып, боран басылған соң, кедей бір төбенің басына келіп, бұлай деп малдарын шақырыпты. Қой баласы қоңырым, ұя бұзбас момыным, шопан ата түлігі, қошақаным қайдасың, пұшайт, пұшайт. Жүнін жұлса бақырған, ешкі атасын шақырған, өрісте өскен жануар, шөкетайым қайдасың, шөре, шөре. Жолға шыққан көлігім, жапанда жүрсем жерігім, қамбар ата өсірген құлатым менің қайдасың, құрау, құрау. Бұл дауысты естіген соң, құлаты қар бұзып, бес ешкі шуап, жол салып, қара тоқтың соңдарынан ертіп, аман есен иелерін тауыпты. Кедей малдарын әкеп, жылы қораға кіргізіп, астарына жайлап көң төсеп, пішен мен жемге тойғызып, олардың көрген білгендерін сұрапты да, әңгімеге әбден қанып алған соң, сен неге басыңды сауғалап, бес ешкіні саудаға салдың, деп қара тоқтыға кінә қойыпты. Мүйізім болса өскен жоқ, буыным болса қатқан жоқ, өзім жалғыз, әрі әлім келмейтін болған соң, солардан бір завал болар деп бес ешкіге жіберіп едім, деп жауап беріпті қара тоқты. Сендер неге өз бастарыңды сауғалап, құлаттың басын саудаладыңдар, депті бес ешкіге. Сіздің құлатпен талай рет қасқыр соққаныңызды білеміз. Сондықтан ер қанаты ат еді ғой, бір завал содан болар деп. Онымыз дәл келді. Әйтпегенде аш қасқыр бәрімізді де жеп қоятын еді, депті ешкілер. Құрметті оқырмандар, біз алдағы уақытта да осы бірге оқиық, айдарымызда тамаша ертегілермен өздеріңізбен бөлісіп отырамыз. Сондықтан әрқашан, әркез біздің бөлімнің есігі айқара ашық, осы таңғажайып ертегілерді біздің бөлімнен алып оқып тұруларыңызға болады. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.